Сәлем балалар, бүгін мен сендерге жұп және тақ сандар тақырыбын түсіндіретін боламын. Көріп тұрғандарындай, сандар жұп және тақ сандар болып екіге бөлінеді. Оларды қалай ажыратамыз? Ол үшін мен сендерге мына сандар тізбегін жазып қойдым. Олар өте шексіз болады, иә? Бұл жерден міне былай түсіндірейін. Бірінші сан бұл бізде тақ сан. 2 жұп, 3 тақ, 4 жұп, 5 тақ, 6 жұп. Міне осындай кезек-кезекпен осылай тақ жұп болып, бұлар осылай жазылады екен. Демек, байқағанымыздай, жұп сандар мінекей қарай 2, 4, 6, 8, 10. Сосын қайтадан 2, 4, 6, 8 болып осылай 2-мен аяқталады соңғы цифры, 4-пен, 6-мен, 8-бен және 10 болса соңы 0. Осы цифрлармен аяқталған сандар бізде жұп сандар деп айтылады екен. Ал енді тақ сандарды жазайық. Тақ сандарымыз мінекей 1, 3, 5, 7 және 9. Келесі сан қараңыздар. 11, яғни 1-мен аяқталды, 3-пен аяқталды, 5-пен аяқталды. Осы цифрлармен аяқталған сандар бізде тақ сандар деп айтылады екен. Жұп сандардың барлығы өзара жұп құрай алады. Мысалға, 2 деген сан бұл 1 мен 1-дің қосындысы. 4 деген сан ол 2 мен 2-ның қосындысы. 6 деген санымыз 3 пен 3-дің қосындысы. 8 деген санымыз 4 пен 4-дің қосындысы. Ал 10 деген санымыз 5 пен 5-дің қосындысы. Жұп сандар осылай жұп құрай алады екен. Ал тақ сандар онда жұп құрай алмайды. Ал енді жұп сандар мен тақ сандарды ажырата аласыңдар ма?